Құрметті көрермендер, біздің қызықты пілдер әлеміне қош келдіңіздер. Бүгін біз осы улы тіршілік иелерінің табиғаты, шығу тегі және өмір салты туралы көбірек білу үшін қызықты саяхатқа шығамыз. Пілдер біздің планетамыздың ең ежелгі тұрғындарының бірі. Олардың тарихы миллиондаған жылдарды қамтиды. Зерттеулер көрсеткендей, пілдердің алғашқы өкілдері шамамен 55 миллион жыл бұрын пайда болған. Піл әсерлі параметрлермен сипатталатын күш пен рақымдылықтың символы. Ересектердің салмағы 5-7 тоннаға жетуі мүмкін, ал иықтардағы биіктігі 3-4 метр. Ол Африка, оңтүстік-шығыс Азияның саванналарын, джунглері мен орманды жерлерін жақсы көретін әртүрлі аймақтарда тұрады. Пілдердің рационына шөп, бұтақ, ағаш қабығы, жемістер, кейде тіпті су өсімдіктері де кіреді. Олар күні бойы тамақ пен судың көп мөлшерін тұтына алады. Пілдердің маңызды ерекшелігі олардың әлеуметтік ұйымдасуы болып табылады. Олар құрылымдық топтарда тұрады. Онда олар бір-біріне қамқорлық пен қорғауды көрсетеді. Пілдің діңі тамақтану, іші, қарым-қатынас жасау, тіпті эмоцияны білдіру үшін қолданылатын ерекше орган. Азу тістері деп аталатын піл тістері піл сүйегінен тұрады, және оларды браконьерлер жоғары бағалайды. Бұл түрдің өмір сүруіне үлкен қауіп төндіреді. Аяқтарының ұштарына орналасқан піл тырнақтары оларға әртүрлі жерді шарлауға көмектеседі. Пілдер табиғат тепе-теңдігі үшін маңызды болып табылатын таңға жиып тіршілік иелері болып саналады. Олардың тарихы мен мінез-құлқы үздіксіз таңдас мен зерттеудің көзі. Олардың мекендейтін жерлерін сақтауды және осы құдіретті тіршілік иелеріне құрметпен қарауды ұмытпаңыз. Бейнелерімізді көрген үшін рахмет. Келесі кездескенше.